Әділет ойыңыздан көрінбейді, амал не қалса дағы көңілмейлі. Bir тұтас республика Қазақстан жырымдап жермен суы бөлінбейді. Сонда тілімді мына қазақ алмады деп Хрущев қып-қызыл болып долданды кетті. Тәшеніп тайсалмады, қаһарынан кеткенде алпамыспен қобыланды оқты. Ал себебі Хрущевтің о кезде Хрущевқа қарсы тұру оңай болмаған, бұл Сталиннен кейінгі толға болған. Білесіз, бұл біріккен ұлттар ұйымының о кезде Лига наций дейді, сонда сөйлегенде аяғындағы туфлиін шешіп алып үстел тұрған ғой. Бүкіл американдырыл кеткен. Я вам покажу Пускину мать деген. Жарты әлем шошыған Хрущевтан қорыққан. Сөйткені азу алты қарыс, ешкімнің сөзін тыңдамайтын ақкөз Хрущевқа тайсалмастан қарсы тұрған Тәшеновтің қуаты қандай деп ойлаңыз. Сонда оған рух беріп тұрған не нәрсе? Ол мына туған жеріне деген, еліне деген махаббаты, әр үлкен сана, үлкен түйсік, үлкен ой ғой. О кешегі аруақтар оны демеп тұр ғой. Мына жерді беруге болмайды. Басқа. Ал егер сонда ол көне салса, Тәшеновке алтын жұлдыз да берілмеді, одан да жоғары көтерілмеді, арқасынан қағармеді, ол тайраңдап жүрмеді мысалы. Өзін жеке басына. Хрущев айтты, мен сенің қаулыңа қарамаймын. Мен ерегіскенде үкімді Москвадан шығартамындағы осылай ала салам деген ғой. Сонда Хрущев айтқан, Хрущевқа Тәшенов айтқан, сіз үйтетін болсаңыз, мен сізді Гаагадағы халықаралық сотқа беремін. Ол едім қазақ деген бір атаның тереңнен 4 мұхитты тулатармын, бұтарлап отар елде жұтпақшы деп, мен сізді ай әлемге шулатармын деген. Жер берген құдай дарқан қазағыма, көнбейді құй тұрқыға, мазағыңа, өтпейді ешкімнің өңішінен тас болып тұрып қалар тамағыңа деген. Маған десең, отқа өртте пісіріп же, түрменің түбін өттік, бәрібір бұл ойын жүзеге аспайды, мұндай мәселені айтпақ түгіл, күн тәртібіне қоюға болмайды деп қасарысып тұрып алған.